Баршаңызға сәлем, сіздермен Айдана. Бүгін тауық етінен пирог жасаймыз. Бізге керегі ұн, сары май, жұмыртқа, тұз, су. Бірінші жұмыртқамызды алып жарып аламыз. Бір жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, кейін бетіне жағамыз. Енді тұзымызды саламыз, және де сары май, суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң ұнымызды салып, қамырымызды иелейміз. Қамырымызды жақсылап иелеп, пакетімізге салып, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкамызға картобымызды осылай тураймыз. Турап болғаннан соң үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды, куркумамызды саламыз. Және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді пиязымызды алып, осылай майдалап тураймыз. Және де тауық етін осылай ұзыншалап кесеміз. Үстінен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді қамырымызды алып, бір иелейміз. Және де екі бөлікке кесеміз. Біреуін үлкен, біреуін кіші қылып алып қаламыз. Үлкен бөлігін алып, бірінші жайып аламыз осылай. Кішкене жұқалау болуы қажет. Үстінен картобымызды саламыз, және де пиязымызды саламыз. Енді тауық етін салып шығамыз. Енді кіші қамырымызды алып, иелеп, тағы да жаямыз. Үстінен тастаймыз. Енді шетінен түйіп шығамыз. Үстінен тұқымның сарысын жағамыз. Және де вилкамен кішкене тесікшелер жасап шығамыз. Енді үстінен күнжутымызды тастап, 180 градуста пісіреміз. Міне дайын болды. Осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, және де каналыма тіркеліп кетіңіз.